Бүгін Аманат партиясының ұйымдастыруымен әскери гарнизон 12-740 әскери бөлімге келіп, біз әскерлердің бір күндік тіршілігімен насихаттау жұмыстарын жүргізіп, қазір өзімізбен бірге мектеп оқушыларын алып келдік, жастарды алып келдік. Солардың барлығын осы әскердегі өмірінің бір күндік өмірімен таныстырып, ертеңгі күні осы жастарымыз алдыңғы осы келетін өздерінің әскерлеріне осындай қандай өздерінің жаңағы армияға барған кезде, әскерге келген кезде қандай тіршіліктері бар екенін барлығын көрсін деген ниетпен міне біз бүгін осы үгіт насихат жұмыстарымен осы гарнизонға келіп, осының барлық тіршіліктерін көріп, танысып, солардың қазір міне казармаларына дейін кіріп, жататын орындарына дейін, жаттығу жасайтын жерлерін барлығын көріп шықтық. Барлығы таза, әрқайсысы өз ретімен қойылған. Соның барлығы міне қасымызда келген ардагерлеріміз де, қасымызда жүрген міне өздеріміздің 11-ші сынып оқушыларымыз да, сол армияға баратын жастарымыз да көріп, өздерінің жүректеріне міне тоқып алып жатыр. Бұл да болса бізге бір кішкене үлкен болса да, міне осы жастарды келешекте армия қатарына өз еріктерімен баруына әрқашанда осыны ықпал етуге міне осындай шақырып жатырмыз. Сіздердің енді алда келе жатқан 7 мамыр отан қорғау күндерімен осы барлық ардагерлерді, барлық осы жауынгерлерді, офицерлерді, осы жастарымыздың барлығын құттықтаймыз. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық, әрдайым осы Қазақстанымыз тыныш өмір сүруге Алла тағалам нәсіп етсін, сол жақсылықтарды да жете берейік.